Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен сәбіз қосылып жасалынған торт жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер. Алдымен құрғақ қоспамызды дайындап аламыз. Яғни ұнымыздың үстінен ас содамызды, разрыхлителімізді және корицамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді сұйық заттарымызды араластырамыз. Қантымыздың үстінен 4 жұмыртқамызды салып, массамыз көлемін 2 есе ұлғайтқанша миксермен жақсылап араластырамыз. Массамыз көбіктеніп өз көлемін ұлғайтты. Енді бұның үстінен сұйық майымызды және сары майымызды құйып, тағы да 1-2 минуттай миксерлейміз. Ал енді сұйық массамыздың үстінен ұнымызды қосамыз. Ұнымызды 2 бөлікке бөлу арқылы қосамыз. Тестаға бірақ салмаймыз. Бір бөлікті жақсылап електен өткізіп араластырып аламыз. Тура солай қалған ұнды тестамызға қосамыз. Түгелде қосып араластырып болдық. Енді тестамыздың үстіне греческий орехты және сәбізді қосып лопаткамен жақсылап араластырамыз. Қамырымыз біркелкі болғанша араластырып аламыз. Және үстінен бір апельсиннің цедрасын үккіштен өткізіп, оны салып жақсылап араластырамыз. Болған қамырымыздан 3 корж пісірамыз. Менің форманың диаметрі 22 сантиметр. Дарымызды 180 градуста 20-25 минут пісірамыз. Пысқандығын ағаш таяқшамен тексереміз. Корждарымыз дайын болғанша қайнатпалы крем дайындай береміз. Ол үшін жұмыртқаны, қантты және ұнымызды жақсылап бір ыдыста араластырып аламыз. Одан кейін сүтіміздің кішкене бір мөлшерін құйып, біркелкі болғанша араластырамыз. Содан кейін барып қалған сүтімізді құйып, араластырып, газда, баяу отта қоюланғанша араластырып тұрамыз. Массамыз қоюланды. Енді бұны оттан аламыз да үстіне сары майымызды салып жақсылап араластырамыз. Кремімізді басқа ыдысқа салып, в контакт целлофанмен бетін жауып, холодильникке әбден суығанша қойып қоямыз. Кілегейіміздің үстінен қант ұнтағын сеуіп, массамыз ұлғайып, өз формасын ұстағанша жақсылап миксерлейміз. Ал енді кілегейіміздің үстінен шамалы қайнатпалы кремімізді қосып, жақсылап араластырып, корждарымызға жағамыз. Одан кейін тортымызды жинаймыз. Мінекей мен корждарыма кремді жағып, тортымды жинадым. Бетін үккіштен өткізілген шоколадпен және апельсин цедрасымен сәндедім. Сіздер өз қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді торт шығады. Сіздерге ас болсын.